Қайырлы күн әріптестер. Естіліп тұр ма дауыс? Жақсы естіліп тұр ма? Әріптестер, менің даусым барлық аймаққа жақсы естіліп тұр ма? Қайырлы күн әріптестер. Вебинарымызды бастайық. Бүгін көптеген осы мектепке дейінгі ұйым педагогтарының курсын жүргізетін тренер әріптестеріміздің сұранысына байланысты осындай тақырыпта мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің портфолиосын құрылымдау тақырыбында вебинарымызды өткізсек деп жоспарладық. Өздеріңіз білесіздер, мектепке дейінгі ұйым педагогтері бұған дейін біз бастап өткізіп жатқан курс секілді курстардан өтпеген, және де жаңағы портфолио жазу тәжірибесі мүлдем қалыптаспаған. Сондықтан да тренерлікті жаңадан бастап жүрген тренер әріптестер үшін де және біздің тыңдаушылар үшін де қолдау көрсету мақсатында өз тәжірибемнен сіздерге кішкене болса да көмек болсын деген мақсатта осы тақырыпта біраз тәжірибе алмасып көрейік. Тәрбиешілерге рефлексивті портфолионы жазуды қалай үйретуге болады? Бұл сұрақ әрбір тренерді қазір мазалап жүрген сұрақтардың бірі. Өйткені мектеп алды даярлыққа қарағанда мектепке дейінгі ұйым педагогтарының курсының ерекшелігі, ол кісілер арнайы өз тәжірибесі бойынша портфолиоларын жазады. Яғни енді ол портфолияны біз бірінші бетпе-бет оқу кезеңінен құрылымдауды бастаймыз. Өздеріңіз білетіндей, портфолио мазмұны негізгі 3 бөлімнен тұрады. А бөлімі, Б бөлімі, С бөлімі. Яғни А бөлімі перспективалық жоспар және циклограмма, 250 сөзден тұратын түсініктеме. Яғни А бөлімін біз осы 3-ші аптада, бірінші бетпе-бет оқу кезеңінің 3-ші аптасында жазып, және оны тренерға әрбір тыңдаушы тапсырып кету керек. Ал Б бөлімін жазуға біз дайындап жіберуіміз керекпіз, яғни практика кезінде жазылады. С бөлімін практика кезінде жазуды бастайды, және екінші бетпе-бет оқуға келген кезде С бөлімін аяқтайтын болады, біздің тыңдаушыларымыз. Яғни мына жерде тәжірибе кезеңі және екінші бетпе-бет оқу деп көрсетіп қойған себебім, тәжірибе кезеңінде тыңдаушыларға рефлексивті күнделік жүргізуді біз ұсынамыз. Неге? Себебі ол кісілер 3 апта бойында бағдарламаның түйінді идеяларын өз тәжірибелеріне қолдану барысында не тиімді болды, қандай қиындықтар кездесті, оны қалай жеңді деген мәселе тұрғысынан ол кісілер күнделікті жазба жүргізіп жүрмесе, есеп жазуға келген кезде ұмытылып қалуы әбден мүмкін. Енді рефлексивті есептің А бөлімін жазу. Мен сіздерге бірнеше қадамдарды ұсынғым келеді. Себебі осы қадамдарды өзім жасап, тыңдаушылармен бірге жұмыс жасап жатырмын осы қадамдар бойынша. Енді сіздер үшін де тиімді болады деп ойлаймын. Бірінші қадам, мен тыңдаушыларға рефлексия жасауға арналған бірнеше сұрақтарды ұсындым.
яғни неліктен мектепке дейінгі ұйымда тәрбиелеу мен оқыту үдерісіне өзгеріс енгізу қажет деп санайсыз? Яғни бұл курстың алғашқы бірінші екінші күнде осы мәселе төңірегінде біз бірнеше жаңағы ресурстармен жұмыс жасаймыз. Неліктен мектепке дейінгі ұйым үшін өзгеріс қажет, педагогтың рөлі енді қалай өзгереді, балаларда қандай дағдыны қалыптастыру маңызды деген мәселелерді біз қарастырамыз. Ал екінші сұрақ, бағдарламаның түйінді идеяларын өз тәжірибеңізде қолдану балаларда қандай дағды қалыптастыруға көмектеседі деп санайсыз? Келесі сұрақ, бағдарламаның қандай түйінді идеяларын 4К моделі, ойын түрлері, бақылау тәсілдері, саралау, бала үні тағы басқа, яғни апталық жоспарлауда қалай және неліктен қолдандыңыз? Перспективалық және циклограмманы жоспарлауда қандай құжаттарды негізге алдыңыз? Жоспарға не қостыңыз, қандай өзгеріс жасалды? Ұйымдастырылған оқу қызметін жоспарлауда қандай әдіс тәсілдер таңдалды, неліктен? Бұл жерде әдіс тәсілдерді мен тоқталып өтейін, яғни қандай ойын түрлері, бағдарламаның қандай түйінді идеялары, соны да атап өтуге болады. Және соңында әрбір тыңдаушы, педагог осы перспективалық және циклограмма жоспарына бағдарламаның түйінді идеяларын кіріктіріп жоспарлауда қандай білім, түсінік, дағды қалыптасты? Себебі өздеріңіз білесіздер, өйткені тәрбиешілердің нормативті құжаттармен жұмыс жасау дағдысы аса қалыптаспаған, ол құжаттармен байланыстырып жұмыс жасауда, жоспарлауда аса басшылыққа ала бермейтіндігі байқалды тәжірибе кезеңінде, курс барысында. Демек, тыңдаушы енді осы жерде өзі тұжырым жасайды. Қандай білім қалыптасты, қандай түсінік, дағды қалыптасты деген мәселені жазып өтсе. Міне осы сұрақтарға тыңдаушылар жазбаша жауап жазады. Енді осы жазылған жауап, осы 250 сөз көлемінде түсініктеме беру керек еді ғой. Енді екінші қадамда біз осы сұрақтарға берілген жауаптарды өзара бағалауды ұсыналамыз. Себебі тыңдаушылар бір-бірінің есебін жазған жауаптарын танысу арқылы, бағалау арқылы өзіне бір жаңа ой, жаңа тәжірибе жинақтауға көмекші болады. Яғни екінші қадам рефлексиялық жазбаларын өзара бағалау. Бұл жерде тренер тыңдаушыларды арнайы жұптастыруға болады. Себебі өзіңіз білесіз, екі апта аяқталып, үшінші аптаның басында сіз әрбір тыңдаушының қабілетінің деңгейін сіз жақсы білесіз. Сондықтан да сіз қандай тыңдаушымен кімді арнайы жұптастыруға болады деген нәрсені сіз шеше аласыз деп ойлаймын. Яғни арнайы жұптастыру арқылы мынандай кері байланыс парағын ұсынуға болады. Байқасаңыздар, мен бұл кері байланыс парағын арнайы құрылымдадым. 3 бөлімнен тұрады, қараңыздар. Шәкілдер, яғни 1, 2, 3 деген шәкіл, ол біздің жаңағы бағдарламаның түйінді идеяларын білуі, қолдануы, рефлексия жасай алу деңгейін көрсететін шәкілдер. Сіздерге әр шәкілдің мазмұнында қандай мәселелер қамтылу керек деген нәрсені сіздерге нақты түсінікті көрініп тұру үшін мен осылай құрылымдадым. Яғни бірінші, ол білу, түсіну, неліктен өз тәжірибесіне өзгеріс қажет екенін біледі, бағдарламаның түйінді идеяларының маңызын түсінеді. Сындарлы пікір деген жерде бағалаушы әріптес жақсы болса жақсы тұсын көрсетеді, мықты тұсын, әлсіз болса әлсіз тұсын сындарлы пікір ретінде ұсынады. Өйткені біз курс барысында тиімді кері байланыс ұсыну дағдысы туралы тәжірибе қалыптастырамыз педагогтарды. Ол кісілер біледі, кері байланыс беруде сындарлық, яғни дамуға бағытталған, бірінші мықты тұсын көреміз, екінші жақсартатын тұс туралы ұсыныс пікір айтамыз деген. Екінші критерий, яғни қолдану, тәжірибеде қолдану. Енді ол өзінің курс барысында алған бағдарламаның түйінді идеяларын өзінің перспективалық және циклограмманы жоспарлауда қалай қолданды. Яғни өзінің жоспарларына қандай өзгеріс енгізді, неліктен өзгеріс енгізген туралы түсіндіреді. Яғни бұл критерий бойынша да сындарлы пікір беріледі. Және үшінші рефлексия, ұйымдастырған оқу қызметін жоспарлауда қолданылған әдіс тәсілдердің оқу мақсатына бағытталып таңдалғаны түсіндіреді. Міне осы екінші және үшінші критерий маңызды деп атап өткім келеді. Себебі тыңдаушы өзінің білгенін қалай қолданғанын түсіндіре алса және соған рефлексия жасап, әрбір оқу қызметінің мақсатына сәйкес әдіс тәсілдерді тиімді таңдай алу тәжірибесінде көрсете алу керек А есебінде.
міне А есебі осылай бір-бірін бағалау арқылы жетілдіруге сіз ықпал ете аласыз, қолдау көрсете аласыз. Яғни осы бірін-бірі бағалау арқылы өздерінің 250 сөзден тұратын рефлексиялық жазбаларын тағы да жетілдіруге, одан әрі дамыта түсуге көмек алады деп ойлаймын. Келесі қадам бұл көпшілік алдында қорғау. Енді бұл мен осыған дейінгі қалыптасқан тренерлік тәжірибемнен айтқым келеді. Яғни топтың ішінде осы 250 сөзден тұратын рефлексиялық жазбаны жақсы жазған бір тыңдаушыны таңдап аласыз, және сол тыңдаушыны көпшілік алдында топтың ішінде қорғауды ұсынасыз. Яғни ол кісі басқаларға ауызша түсіндіреді. Яғни интертақтада көрсетіліп, барлығы тыңдап, көріп отырып, жаңағы басқа әріптесінің жазылған рефлексиясымен танысады. Және сол рефлексиясы туралы таныстырған әріптеске ауызша кері байланыс беріледі. Және ұжымдық рефлексия жасалады. Ұжымдық рефлексияны тренердің басшылығымен ұжымдық рефлексия жасалады. Міне осындай қадамдар А есебінің жазуға, есептің А бөлімін жазуға едәуір көмегі болады деп санаймын. Мен осы қадамдар бойынша келе жатырмын қазіргі таңда. Енді бізге көп сұрақ туындайды, осы перспективалық жоспар мен циклограммаға өзгеріс енгізуді қалай жоспарлаймын деген мәселеге тоқталғым келеді. Яғни перспективалық жоспар ерекшелігі біздің мектепке дейінгі ұйым педагогтары қолданып жүрген перспективалық жоспарының құрылымына, соның бастапқы бөліміне біз өзгеріс енгіземіз. Себебі оқу мақсаты, күтілетін нәтиже, дағдыны қосамыз. Не себептен? Себебі педагогтар осы құжатты жоспарлауда бұған дейін тек оқу құралдарын ғана, әдістемелік құралдарды ғана пайдаланып келгендіктерін бізге нақты ашық айтады, және стандартпен, үлгілік оқу бағдарламасымен мүлде жұмыс жасамайтындықтары туралы да біз көзіміз жетті. Демек, бағдарламаның түйінді идеяларын, мысалы мен перспективалық жоспардыға өзгеріс енгізбес бұрын әріптестеріме ұсындым. Бағдарламаның түйінді идеяларын анықтап алдық та, перспективалық және циклограмма жоспарына осының қайсысын енгіземіз дегенде, ол кісілер тек смарт мақсатты ғана енгізе аламыз деген пікірлерін айтты. Демек, жоспарға, перспективалық жоспар бір айға жоспарланатындықтан, біз оқу мақсатын, бір айдың смарт мақсатын, әрбір білім беру бойынша, білім беру саласы бойынша смарт мақсатын құрастыруды үйретуіміз қажет. Ал енді оны қалай үйретеміз? Яғни мен осы жолы, менің дәл қазіргі тобымда осы тәжірибе жақсы көмектесті деп айта аламын. Бірінші біз арнайы топтар, бірінші перспективалық жоспарды мен топта жоспарлаттым, топпен бірге, яғни бірдей жас ерекшеліктері бойынша топтасты. Ең бірінші үлгілік оқу бағдарламасынан сол жасқа сәйкес, балалар сол жасқа сәйкес білім беру саласының мақсатын анықтады, міндеттерін анықтады, және сол жаста бала игеру тиіс күтілетін нәтижелерді анықтап алды. Оны біз, соның ішінен біз бір айдікін анықтап алдық. Қыркүйек айына сәйкес келетін күтілетін нәтижелерді анықтап алдық. Одан кейін барып стандартпен жұмыс жасадық. Стандарттағы дағдылар тізбесі және дағдылар әрекеттің сипаттамасы. Яғни ол жерден де біз күтілетін нәтижеге сәйкес дағдылар мен олардың сипаттамасын іріктеп алдық. Сөйтіп біз бір айдың перспективалық жоспарына осыларды дәл осылай кестедегідей етіп орналастырдық. Енді осы екеуінің негізінде ортақ оқу мақсатын құрастырдық. Бір айдың оқу мақсаты. Осы тәжірибе педагогтарға жеңіл болды, ешқандай қиындықсыз жоспарлауға көмектесті. Енді қараңыздар, мына жерде мен екі бағанды беріп тұрған себебімді түсіндіргім келеді. Бірінші бағанды денсаулық саласы, яғни бұл жерде топпен орындаған оқу мақсаттары күтілетін нәтижесі дағды. Екінші қатынас білім беру саласына барсаңыз көбірек. Неліктен? Бұл жерде енді мен жеке орындаттым. Себебі 8-3 деген, 8-2, 8-3 деген үлестірме ресурсымызды пайдаланып, сонымен топпен жеке жұмыс жасау нәтижесінде әріптестер нақты түсініп, енді перспективалық жоспарларының оқу мақсатына күтілетін нәтижесіне дағдыға енді өздігінен жаңағы толықтырулар жасады. Түсіну арқылы толықтырулар жасады.
Енді қараңыз, мен бастапқыда былай ойладым, әріптестер. Бізде нормативтік құжаттар ортақ, яғни үлгілік бағдарлама стандарт. Егер жас ерекшеліктері бірдей болса, қыркүйек айы барлығына қыркүйек айына қатысты жоспар болса, неліктен мақсат, нәтиже, дағды бірдей болмасқа? Ода тұрған ештеңе жоқ шығар, өйткені стандарт ортақ қой деген түсінік болды мен бастапқыда. Осыны жоспарлап болғаннан кейін менің тыңдаушыларым ешқандай қиындықсыз екінші аптада осылай топпен жоспарлап үйренді. Бірақ үшінші аптаға келгенде біз қайтадан басқа ресурстармен жұмыс жасау барысында әріптестерде түсінік одан әрі кеңейе түсті, өздеріне сенімділіктері артты, тіптен өз тараптарынан мен енді рефлексия жасау барысында сұрақ қоямын. Ал енді осы ресурспен жұмыс жасау біздің тәжірибемізге не берді, біздің жоспарлауымызда нені өзгерте алады деген сұрақ барысында тыңдаушылар нақты айтты, мен мынаны мына жерде қолданамын, мынау үшін мынау маған маңызды болды деген секілді өздерінің рефлексиясынан қарап отырып, мен енді бұл кісілерге өзгерісті жаңағы жеке жасауды ұсындым. Бұл да ешқандай қиындықсыз жүзеге асты. Мына екінші қатынас білім беру саласы бойынша мен жеке орындаттым. Енді қалған білім беру саласын тағы да енді мынандай әдіспен орындадық, әріптестер. Топтың ішінде бірдей жастағы топтың тәрбиешілерін арнайы топтастырып, біз білім беру салаларын бөліп алдық: танымды, шығармашылықты, әлеуметті. Яғни 8-2 ресурс бойынша әрқайсысы жұмыс жасады, бір-бірімен алмасында, соңында өздері тағы да таным, шығармашылық, әлеумет салалары бойынша топпен құрастырған оқу мақсатының күтілетін нәтижесін енді жеке орындап толықтырды, өзгертулер енгізді. Бастапқы екінші аптада құрастырған перспективалық жоспардың бірінші бөліміне енді өздігінен өзгерту енгізіп, бір-біріне ұқсамайтындай, өйткені плагиат деген нәрсе бар ғой бізде. Сол плагиат болмасы үшін, жаңағы 100% бірін-бірі қайталамас үшін біз жеке толықтырулар жасадық. Және бұлда аса бір ешқандай қиындықсыз тәрбиешілер осыны орындай алды. Мен өте қуандым, себебі қатты уайымдаған едім, қалай болады екен деп. Жоқ, тәрбиешілерге ана спиральді білім беру қағидаты, яғни бір нәрсеге қайта-қайта оралу, қарапайымнан күрделендіріп отыру арқылы біз тәрбиешілердің де осы өздігінен мақсат құрастыра алатын, өздігінен күтілетін нәтижені нақтылай алатын, дағдыларды іріктей алатындығына көз жеткізе алдым деп айтсам болады, әріптестер. Біз балаларды ерте жастан, 3-5 жастан балаларды өзін-өзі реттеуге қалай үйретеміз деген бір ресурсты қарастырған едік қой. Сол кезде естеріңізде болса, яғни балаға ерте жастан баланы дамытуға болады, егерде ол үйретілетін жаңағы күрделі мазмұн ең оңтайлы, тиімді жолмен, әдіспен ұсынылса деген секілді. Яғни дәл сол нәрсені мен өзімнің тобымдағы тәрбиешілерімнен көре алдым. Келесі, енді перспективалық жоспарға өзгеріс енгізуді қалай үйретеміз? Жаңа мен алдында айтып өттім. Бірінші, жас ерекшеліктері бойынша топтасты, стандарттағы дағдылар тізбесін талдау жасады, күтілетін нәтижемен сәйкестігін анықтады, көздері жетті. Енді біршама сәйкессіздіктер болады енді пәндерге байланысты, бірақ негізінен 80-90% дағдылар тізбесімен күтілетін нәтиженің сәйкес келетіндігіне көздері жетті. Екінші, жас ерекшеліктер бойынша тағы да топтастырдым, бірлесіп күтілетін нәтиже дағды оқу мақсаттарын құрастырды. Енді жаңағы айтып өткендей топта құрастырды. Сонымен 7-1, 8-2, 8-3 ресурстарымен жұмыс нәтижесінде нақты түсінік пен дағды қалыптасып, әр тыңдаушы өзінің перспективалық жоспарын жеке құрастырды. Енді циклограммаға өзгеріс енгізу үшін бағдарламаның түйінде идеялар туралы түсініктерін тағы да мен бекітіп алғым келді. Ол үшін мен бірнеше 6 ауылға арналған тапсырмалар құрастырып келдім. Сол әр ауылдың тапсырмасын орындау арқылы бұл кісілер, тәрбиешілер өздерінің ойларын толықтырып, одан әрі жетілдіріп, нақтылай түсті деп айта аламын. Яғни бірінші не істеді? Әр ауылда білу түсінуге, қолдануға және рефлексия жасауға арналған сұрақтар болды. Топтар сағат тілімен әр ауылдың сұрақтарына жауап берді. Ұжымдық қорытынды тұжырым жасалды. Түйінді идеялардың қайсын қандай жоспарға енгізетін және неліктен екенін анықтады.
осы тапсырманың нәтижесінде біз анықтап алдық. Енді менің тапсырмаларым қандай мазмұнда болды? Әрине, бұл тапсырмалар күрделі болды, оңай болған жоқ. Дегенмен де мен қиналып жауап беруге қиындық туындатқан сұрақтарға топтардың қасына келіп, бағыт бағдар беруге, кішкене түрткі сұрақтар қоюға, жетелеуге тырыстым. Міне қарасаңыздар, мына жерде берілген сұрақтар бұл оңай сұрақтар емес. Тыңдаушыларды едәуір ойландыратын, қайта артқа жаңағы шегініп, біз осы мәселені қалай қарастырып едік, не үйреніп едік, не оқып едік деген секілді терең ойлануға жетеледі деп айта аламын. Өйткені оңай сұрақтар емес. Мысалы, қараңыз, 4К моделін қолдану сіздің тәжірибеңізге қандай өзгерістер алып келеді деп санайсыз? Мысалы, бұл да оңай сұрақ болған жоқ біздің тыңдаушылар үшін. Топтағы барлық баланы коммуникацияға тарту үшін қандай тәсіл тапсырма қолданған тиімді деп санайсыз? Бұл да ойланып қалады, өйткені оның теориясын түсініп тұрғанмен, 4К моделінің әрбір аспектісін түсініп тұрғанмен, бірақ оны тәжірибеде қолданып көрмегендіктен оңай емес. Яғни бұл жерде білу түсінуге, тәжірибеде қолданып көруге және рефлексия жасауға арналған тапсырмалар болғандықтан, егжей-тегжейлі осы бағдарламаның түйінді идеяларын егжей-тегжейлі қарастырып, қайта жаңғыртуға мүмкіндік берді деп айта аламын. Міне келесі бақылау ауылы, саралау ауылы, сұрақтарды кесіп-кесіп мен шашып қойдым. Сол ауылға келіп, топ болып, осы сұрақтарға барлығы бірлесіп, жауап іздеп, өздерінің пікірлерін айтып, бірін-біріне түсіндіріп, сондай бір белсенді жұмыс жүрді. Және бұл 6 ауылға арналған сұрақтар. Енді бұл сұрақтарға жарты күн уақытымыз кетті. Таңертең 9-дан 12:30-ға дейін, түскі 1-ге дейінгі уақытымыз осы сұрақтарға егжей-тегжейлі жауап беруге арналды. Өйткені оңай болған жоқ бұл сұрақтарға жауап беру. Әрі қарай кеттік. Енді келесі жоспарлауға қатысты осы тапсырманы орындап болғаннан кейін, яғни өз жоспарына бағдарламаның түйінді идеяларын қалай кіріктіремін деген сұраққа педагогтар жеңіл болу үшін, жоспарлауға бағдарламаның түйінді идеяларын кіріктіру жеңіл болу үшін, қиындықсыз болу үшін мынандай кестені ұсындым. Яғни, қалай және неліктен енгіземін осы бағдарламаның түйінді идеяларын. Міне осы кестені ұсынғанда, ол кісілер қандай таңдау жасады? Яғни, ұсынылған бағдарламаның түйінді идеяларының ішінен перспективалық жоспарға біз тек қана смарт мақсатты ғана кіріктіре аламыз деді. Ал қалғанның барлығын циклограммаға біз енгізе аламыз деді. Енді оны смарт мақсатты неліктен смарт мақсатты таңдайды? Өйткені перспективалық жоспарда апта бойынша сабақтардың тақырыбы және мақсаты ғана көрінетіндіктен, мыналарды қосып жоспарлау ол қиындық келтіреді, былайша айтқанда. Сондықтан мына смарт мақсатты бұл кісілер ай есебінде дәлелдеп жазады. Мен смарт мақсат қоюда мен нормативті құжаттармен жұмыс жасадым, мен соны түсіндім, бір-бірімен байланысын анықтадым, көз жеткіздім. Сол стандарттағы дағдылар тізбесімен және үлгілік оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелердің негізінде перспективалық жоспарына 1 айдың оқу мақсатын, смарт мақсатын құрастырып қостым деген нәрсені айтады. Енді қараңыздар, осы кестемен біз қалай жұмыс жасадық? Қазір мен бір ғана үлгісін көрсетемін. Бұл да біздің педагогтарымызға жақсы ықпалын тигізді. Өйткені бір тапсырмадан кейін келесі тапсырма, мысалы алдыңғы тапсырма жаңағы ауылдар бойынша, бағдарламаның түйінді идеялары бойынша мына ауылдардағы сұрақтарға жауап беру мына кестені толтыруға көмегін тигізеді. Мысалы, біздің топтың тыңдаушылардың орындаған постерлері, яғни бұл жерде ол кісілер нақты анықтады. Мысалы, бақылауды мен не үшін қолданамын? Бақылаудың түрлері мен әдістерін қадағалауды жоспарлау үшін, баланың қызығушылығын анықтап, оны келесі деңгейге көтеріп дамыту үшін дейді. Ойын түрлері, ойынды күннің жаңа бірінші, екінші жартысында да қолдануға болады дейді. Ойын түрлерін баланың қызығушылығын, қажеттілігін анықтау үшін де қолданамыз дейді. Міне көрдіңіздер ме, сондықтан да мына кестемен жұмыста біздің тыңдаушыларымызға бағдарламаның түйінді идеяларын өздерінің жоспарлауына
қиындықсыз түсініп қолдануына белгілі бір деңгейде көмегін тигізеді деп айта аламыз. Енді рефлексивті есептің Б бөлімі. Рефлексивті есептің Б бөлімін жазу бұл тәжірибе кезеңінде жүзеге асады. Дегенмен де өздеріңіз білесіздер, курс барысында танымдық оқиға жазу біздің әріптестерге ешқандай да қиындық келтірген жоқ. Себебі бұл кісілердің тәжірибесінде бұндай сәттер, жағдаяттар жиі көрініс табады, алайда оны танымдық оқиға екен деп ойламауымыз мүмкін, және де арнайы жазба жүргізбеуіміз де мүмкін, зерттеу жазбасын. Сондықтан енді Б есепті жазуға біз қалай көмек көрсете аламыз? Яғни тәжірибе кезеңінде жазу үшін біз бірінші бетпе-бетте бастап мынандай жұмыстарды ұйымдастырсақ, ол жеңіл болады. Бірінші қадам танымдық оқиға жазу мақсаты мен маңызын түсіну үшін бірінші бетпе-бет оқу кезеңде бір балаға арналып жазылады. Оны жаздырдыңыздар деп ойлаймын, және жақсы сондай бір сәтті шыққан танымдық оқиғаларға да куә болдық. Яғни демек педагогтар танымдық оқиғаны ешқандай қиындықсыз жаза алады деп сенуге болады. Екінші қадам, ең маңызды қадам, бұл танымдық оқиға жазудың алгоритміне талдау жасау, түсіну. Яғни біз педагогтарға осы танымдық оқиға жазудың алгоритмін нақты түсінік қалыптастыруымыз керек, алгоритмі жөнінде. Яғни бірінші баланың ерекше қызығушылығын байқау, себебін түсіну. Екінші қадам, түрлі әдіс тәсілдерді, ресурстарды қолдану арқылы балаларды бір деңгейден екінші деңгейге жеткізуге қолдау көрсету. Және сол аралықта түрлі жазбалар жүргізу. Және соңында сол деректердің барлығын жинақтап, біз танымдық оқиға жазамыз. Енді танымдық оқиға жазудың құрылымы. Яғни бірінші оқиғаны анықтаймыз. Екінші, өзіміздің оқытуды бағалау дегеніміз, біз қандай ресурстар қолдандық, қандай әдіс тәсіл қолдандық. Яғни біз қолдан келгенше сол баланың қызығушылығы мен қабілетін одан әрі дамыту үшін педагог қалай оқытады, оқытудың қандай әдіс тәсілдерін қолданады. Соны біз өзіміздің оқыту тәжірибемізді бағалаймыз. Келесі қадам, бала нені үйренді. Яғни балада қандай түсінік қалыптасты, қандай дағды қалыптасты деген секілді, қандай құндылықтар қалыптасты деген нәрсені анықтаймыз. Келесі, баланың мүмкіндіктері, яғни танымдық оқиға жазып, бұл баламен жеке жұмыс жасағаннан кейін сол деңгейде қалдырып кетпейміз, баланы әрі қарай дамытудың қандай мүмкіндіктері бар деген нәрсе туралы, яғни келешекке жоспар жасаймыз. Келесі, рефлексивті есептің Б бөлімін жазуда үшінші қадам, ол танымдық оқиға жазуға көмектесетін сұрақтар, яғни Б бөлімін жазуға көмектесетін сұрақтар. Яғни бұл сұрақтарды біз тәжірибеге кеткенге дейін тыңдаушыларға ұсынсақ жақсы болар еді. Яғни бірінші талдап аламыз тәжірибеге дейін, және тәжірибеде тыңдаушылар осы сұрақтарға қалай жауап беру керектігін түсініп, өздігінен портфолионың Б бөлімін жаза бастайды. Яғни бірінші сұрақ, неліктен танымдық оқиға жазуға осы тақырып жағдаят арналды немесе таңдалды, неліктен осы жағдаятқа арналып жазылды? Келесі, баланың қызығушылығы мен қажеттілігін қалай анықтадыңыз? Яғни бақылаудың қандай түрін қолданылды, қандай тәсілдері қолданылды деген секілді, тікелей бақылау ма, жанама ма деген секілді. Келесі, баланың оқу мен дамуына қолдау көрсету үшін қандай әдіс тәсілдер, ресурстар қолдандыңыз? Бұл әдістер қаншалықты тиімді болды? Яғни педагог қолданған әдіс тәсілдер қаншалықты тиімді болды? Келесі, бақылау жүргізу нәтижесінде баланың дамуында қандай ілгерілеу болды? Педагог ретінде өзіңізге қандай жаңа ақпарат алдыңыз? Бұл баламен жұмысты әрі қарай жоспарлауды қалай жоспарлайсыз? Яғни мына жерде ең түйінді деген мәселелерге мен арнайы белгілеп қойдым, соған назар аударсаңыздар жақсы болар еді. Және тыңдаушылардың да осыған осы мәселеге назар аударуын сұрар едік. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз 350 сөзден тұратын танымдық оқиға жазбасына түсіндірме, 250 сөз түсіндірмені осы сұрақтарға жауап беру арқылы тыңдаушылар жазалады деп ойлаймын. Келесі, рефлексивті есептің С бөлімі. С бөлімін жазу үшін әріптестер 8-ші күнде мынандай бір керемет презентацияда мынандай бір керемет тапсырма бар бізде. Ойынның түрлері және оның мақсаты, педагогтың әрекеті, баланың әрекеті деген. Міне осы кестемен жұмысты
жақсылап жан-жақты орындап, түсініп, талдап алғаннан кейін рефлексиялық есеп жазуға осы кестенің мазмұнын негізге алуға болады. Енді рефлексиялық есептің С бөлімін білесіздер, бұл тәжірибе кезеңінде және тәжірибені аяқтап келгеннен кейін толықтырып, нақтылап аяқтайтын болады. Енді рефлексивті есептің С бөлімін жазуға келесідей сұрақтарды ұсынуға болады. Яғни тәжірибе кезеңінде педагог жетекшілігімен құрылымдалған еркін ойын түрлерін неліктен қолдандыңыз? Барлық ойын түрлері оқу мақсатымен күтілетін нәтижеге сәйкес қалай қолданылғанын түсіндіріңіз. Тәжірибеде ойын түрлерін қолданудың қандай жақсы тұстары немесе кері жақтары, қиындықтары байқалды? Бұл жерде нақты дәлел келтіреді. Ойын түрлерін тәжірибеде тиімді қолдануға не ықпал етті? Ойынның 3 түрін қолдану педагог және балалар үшін несімен тиімді болды? Келешектегі тәжірибеде ойын түрлерін қолдану үшін нақты нені жетілдіру керек деп санайсыз? Міне осы сұрақтарға егжей-тегжейлі өз тәжірибесінен мысал, дәлел келтіріп жазатын болса, 500 бен 750 сөзден тұратын портфолионың С бөлімін жазу аса бір қиындық келтірмейді деп ойлаймын, әріптестер. Міне осы сұрақтарды сіздер осы 3-ші аптада, курстың 1-ші бетпе-бет оқудың 3-ші аптасында тыңдаушылармен бірге түсініп, олар әрқайсысы түсініп алғанға дейін осы мәселені қайта-қайта түсіндіріп, қарастырып, талдап, пікір айтып, кім қай сұрақты түсінбей тұр, түсінбей тұр, қай сұраққа не жазатынын түсінбей тұр деген секілді нақтылап алсаңыз, онда портфолионың С бөлімінде біздің тыңдаушыларымыз ешқандай қиындықсыз жазу жүзеге асатын еді. Міне әріптестер, осы портфолио жазуға, яғни мына сұрақтарға жауап бергеннен кейін де біз міндетті түрде бағана ұсындым ғой, портфолионың А бөлімін жазуда бірін-бірі бағалау, жұптасып бірін-бірі бағалау. Портфолионың Б бөлімінде де, С бөлімінде де сіздер өзара бағалауды жүзеге асыруды ескерсеңіздер. Себебі әріптестер бірін-бірінің есебін оқу арқылы, бағалау арқылы өзіне қайтадан жаңа ой туындап, өзінің есебінің мықты әлсіз тұсын анықтап, оны жетілдіруге өзіне мүмкіндік алады. Сондықтан да құрметті тренерлер, әсіресе жаңадан тренерлікті бастаған тренер әріптестер, сіздерді мен түсінемін, үлкен алаңдаушылық туындап жатыр сіздердің көңілдеріңізде. Тыңдаушылар осы портфолионы қалай жазады екен, қалай көмектесе аламыз, жаза алады ма, жаза алмай ма екен деген секілді бір сіздердің алаңдаушылықтарыңызды мен түсінемін. Сондықтан да осы вебинар сіздердің педагогтарыңыз үшін бір оң ықпалын, көмегін тигізеді деп санаймын. Себебі бұл ұсынып отырған тәжірибе менің осы тренерлік тәжірибемде жинақталған мұғалімдерді портфолио жазуға қалай үйретемін деген тәжірибемнен жинақталған нәрсе. Сондықтан да сіздер осыны қолданып көрсеңіздер, сұрақтарды, қадамдарды қолданып көрсеңіздер, сіздердің де тыңдаушыларыңыз ешқандай қиындықсыз өздерінің портфолиясын сәтті, мазмұнды етіп жаза алады деп сенемін. Ал енді келесі таныстырылымға қатысты мен арнайы вебинарды бір аптадан кейінге жоспарлап отырмын. Келесі сәрсенбі 11 қыркүйекке. Мүмкін сол кезде сіздер презентацияны қалай құрылымдатамыз, презентацияны дайындауды қалай үйретеміз деген сұрақтарды сол вебинарда қарастыратын боламыз. Әріптестер, жалпы менің бүгінгі тақырып бойынша таныстырылымым осы мазмұнда дайындалды. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңызды жазсаңыздар. Әріптестер, сұрақ жазуларыңызды сұраймын, пікір жазуларыңызды сұраймын. Рахмет, Көкшетау, бірінші топ түсінікті болды дейді. Қатысқандарыңыз үшін рахмет.
көкшетау. Сұрақ бар ма, әріптестер? Басынан тыңдай алмай қалдым дейді Арайлым. Сіз қай қаладансыз? Кербұлақ ауданы, рахмет. Арайлым, вебинар негізі біздің CPM KZ сайтында сақталады. Сол жерден көре аласыз вебинарды. Видео нұсқасы сақталады біздің CPM KZ сайтында. Сол жерден асықпай көруіңізге болады. Түсінікті дейді әріптестер. Рахмет. Жақсы, Арайлым. Құрметті әріптестер, мектепке дейінгі ұйым педагогтарының курсын біз жаңадан бастап жатқандықтан, сіздердің сұраныстарыңызға байланысты осындай вебинарларды біз жиі өткізіп тұруды ойластырамыз. Және де бұған дейін тренерларға арналған курсты жүргіздік қой. Тыңдаушыларға, нағыз тәрбиешілерге арналған курсты жүргізгенде біз нақты көрдік, нақты қандай қажеттіліктер бар. Сол тұрғысынан келешекте біздің педагогикалық шеберлік орталығының тренерлары осы мазмұнда бірнеше вебинарлар жүргізеді деп ойлаймын. Қазір басқа тренерлар сөйлемейді. Сәуле Қалибековна өзінің тобына жіберген екен, топтар тыңдап, жақсы ақпарат алып жатыр. Рахмет. Құрметті әріптестер, егер барлығы түсінікті болса, осымен вебинарды аяқтайық. Келесі аптаға дейін сау болыңыздар. Жақсы. Қазіргі топтың атынан дейді, рахмет. Менің тобымда қосылып отыр осы вебинарға. Құрметті әріптестер, вебинарды жиі өткізіп тұруға тырысамыз. Сіздерге көп рахмет, белсенділік танытып қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Практикаларыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, портфолиоларыңызды өте мазмұнды жазып, таныстырымдарыңызды сәтті қорғап, шығуларыңызға тілектеспіз. Рахмет, көп рахмет, сау болыңыздар.